Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз математика сабағынан 46-шы сабақты өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен біздің арнамызға жазылып алыңдар, себебі біз барлық тапсырмалардың толық жауаптарын орындаймыз. Және де балалар, артынша қоңыраушаны да басып кетуді ұмытпаңдар. Егер қоңыраушаны басып қойсаңдар, сендерге біздің жауаптарымыз бірінші болып көрініп тұратын болады. Сонымен қатар балалар, біздің арнамызда математикадан басқа ағылшын тілінің сабақтарын оқи аласыңдар. Біздің арнамызда 3-4 сыныптардың ағылшын тілі мен математика сабақтарының жауаптары шығып отыратын болады. Біздің арнамызда барлық сабақтарды тегін оқи аласыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Қайырымды істер уақыты. Сен санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер шығаратын боласың. Балалар, бізде бірінші есеп, А есебі 4 бірдей жолақ дайында дейді. Жолақты бүктеу арқылы төменде көрсетілген бөліктерге бөл дейді. Яғни балалар, бірінші бізде бір жолақ берілген, ол 2-ге бөлінген екен, яғни 2-ден 1 болады. Екінші бізде 3 бөлікке бөлінген екен, яғни 3-тен 1 болады. Үшінші бізде жолақ 4-ке бөлінген, яғни 4-тен 1 болады, бөлшегіміз. Келесі бізде 6 бөлікке бөлінген, яғни 6-дан 1 деп жазылады. Енді осы бөлшектерді өз суретімен жазайық. Бірінші 6-дан 1, 4-тен 1, 3-тен 1, одан кейін 2-ден 1 болады екен. Енді ә есебін шығарайық, сөйлемдерді толықтыр дейді. Бөлік саны көп болған сайын, әр бөлік соншаға аз болады екен. Санның бөлігін табу үшін осы санды берілген бөлік санына бөлу қажет екен. Бөлігі бойынша санды табу үшін бөлікке сәйкес санды көбейту қажет екен, балалар. Келесі екінші есеп, есептерді шығар дейді. А есебі, саябаққа 9 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 3-тен 1 бөлігі. Барлығы қанша көшет отырғызылуы қажет дейді. Яғни балалар, бізде берілген жазбаларға бірінші отырғызылды 9 ағаш көшеті. Бұл барлық көшеттің 3-тен 1-і, мынау керекпіз, яғни шығаруымыз керекпіз. Ол үшін балалар, біз отырғызылған көшетті барлық көшеттің 3-тен 1 бөлігі, яғни 3-ке көбейтуіміз керек. Сонда барлық қанша көшет отырғызылу қажет, сол сан шығады екен. Яғни 9-ды 3-ке көбейтсек, бізде 27 шығады екен. Сонда жауабы барлығы 27 көшет отырғызылуы қажет екен, балалар. Келесі ә есебі, саябаққа 27 көшет отырғызылды. Оның 3-тен 1 бөлігі терек екен. Қанша терек отырғызылды дейді. Енді балалар, бұл жерде берілгені барлығы 27 көшет саябақта. Ал оның 3-тен 1 бөлігі 27 көшеттің терек екен. Сонда терек қанша отырғызылған екен. Ол үшін балалар, біз теректің санын табу үшін біз бұл жерде бірінші барлығын, яғни теректің, яғни 3-ке бөлуіміз керек екен. Сонда теректің саны шығады екен. 3-тен 1-ге бөлуіміз керек екен. Сонда 27-ні 3-ке бөлсек, яғни 9 шығады екен. Сонда бұл жерде 9 терек отырғызылған екен, балалар. Келесі үшінші есеп, есепте 8-дің 2-ден 1 бөлігі 9, 6 бұл 18 санның 3-тен 1 бөлігі, 7 бұл 28 санның ширегі дейді. Балалар, бұл жерде қалай шығарғанымызды көрсетейік, балалар. Қарай қойыңдар, табу үшін бірінші біз 20-ны 4-ке бөлеміз, яғни 4-тен 1 бөлігі деп тұрғаннан кейін 4-ке бөлеміз. Ал үстіңгі алымына, яғни 1-ге көбейтеміз. Сонда бізде 5 шығады. 20-ны 4-ке бөлсек 5, 5-ті 1-ге көбейтсек 5 шығады екен. Келесі 18-дің 2-ден 1 бөлігі. Яғни бұл жерде өздерің білетіндей 18-дің жартысы, 2-ден 1 деген жарты деген сөз. 18-ді 2-ке бөлсек 9, 9-ды 1-ге көбейтсек 9 шығады. Келесі 6 бұл қанша санның 3-тен 1 бөлігі дейді. Оны табу үшін балалар, біз 6-ны бірінші 3-ке, осы жолы керісінше көбейтеміз, ал 1-ге бөлеміз. Сонда 6-ны 3-ке көбейтсек 18 шығады, 18-ді 1-ге бөлсек 18 шығады. Келесі 7 бұл қанша санның ширегі дейді. Балалар, ширек дегеніміз өздерің білетіндей 4-тен 1, 4-тен 1. Яғни оны табу үшін біз бірінші 7-ні 4-ке көбейтеміз, одан кейін 1-ге бөледі екенбіз. 7-ні 4-ке көбейтсек 28 шығады, 28-ді 1-ге бөлсек 28 шығады екен, балалар. Келесі 27-нің 3-тен 1 бөлігі 9, 36-ның 4-тен 1 бөлігі 9. 9 бұл 18 санның жартысы, 5 бұл 15 санның 3-тен 1 бөлігі дейді. Енді осыны шығарайық, балалар. Қалай шығарылған екен?
Бұл жерде балалар 27-ні 3-тен 1 бөлігін табу үшін 27-ні бірінші 3-ке бөлеміз, одан кейін 1-ге көбейтеді екенбіз, иә? 27-ні 3-ке бөлсек 9 шығады, 9-ды 1-ге көбейтсек 9 шығады екен. Келесі 36-ның 4-тен 1 бөлігі дейді. 36-ның 4-тен 1 бөлігін табу үшін біз 36-ны бірінші 4-ке бөледі екенбіз, иә? Одан кейін 1-ге көбейтеді екенбіз. 36-ны 4-ке бөлсек 9 шығады, 9-ды 1-ге көбейтсек 9 шығады екен, иә? Келесі 9 бұл қанша санның жартысы дейді. Балалар, жарты деген өздерің білетіндей 2-ден 1, иә? Сол себепті біз 9-ды бірінші 2-ке көбейтеміз, 18 болады, 18-ді 1-ге бөлеміз, 18 шығады екен, иә, балалар? Келесі 5 бұл қанша санның 3-тен 1 бөлігі дейді. 5-ті бірінші дәл алдыңғылардай 5-ті бірінші 3-ке көбейтеміз, одан кейін 1-ге бөлеміз. Сонда бізде жауабы 15 шығады екен, иә, балалар? Дәл осылай дәптерімізге жазып алайық. Келесі бізде 4-ші есепші 45-тің 5-тен 1 бөлігі. Бұл бізде балалар, бұл жерде біз 45-тің 5-тен 1 бөлігін табу үшін дәл 3-ші есептегідей біз 45-ті бірінші 5-ке бөлеміз, 9 шығады, иә? 9-ды 1-ге көбейтеміз, 9 шығады, яғни 45-тің 5-тен 1 бөлігі 9 екен, иә? Келесі 48-дің 6-дан 1 бөлігі. Дәл алдыңғыдай 48-ді 6-ға бөлеміз, 8 шығады. 8-ді 1-ге көбейтеміз, 8 шығады екен, иә? Яғни 48-дің 6-дан 1 бөлігі 8 екен, иә? Келесі 10 сантиметр бұл қанша санның жартысы дейді. Балалар, жарты дегеніміз ол 2-ден 1, иә? Яғни ол үшін біз 10-ды 2-ке көбейтеміз, сонда 20 шығады екен, иә? Яғни 10 дегеніміз бұл 20 санының жартысы екен, иә? Келесі 3 сантиметр бұл қанша санның ширегі дейді. Ол үшін ширек дегеніміз біз балалар білетіндеріндей 4-тен 1, иә? Яғни 3-ті біз 4-ке көбейтеміз, сонда 12 шығады екен, иә? Яғни 3 сантиметр бұл 12 санының ширегі дейді, иә? Келесі 5-ші есептерді шығар дейді. А есебі кітапханадағы 54 кітап жөндеуді қажет етеді. Кітаптардың 6-дан 1 бөлігі жөнделді. Қанша кітап жөнделді дейді. Балалар, бұл жерде бірінші 54 6-ға бөліп аламыз, одан кейін 1-ге көбейтеміз, иә? Сонда бұл жерде 9 кітап жөнделгені шығады екен. Есебі сенбілікке 20 оқушы келді. Олардың жартысы 3-ші сынып оқушылары. Сенбілікке қанша 3-ші сынып оқушылары келді? Яғни балалар, бұл жерде жартысы деп тұр, иә? Жартысы дегеніміз бізде 2-ден 1. Яғни 20-ны біз 2-ге бөлеміз, 1-ге көбейтеміз. Сонда бізде 10 деген сан шығады екен. Яғни 10 3-ші сынып оқушысы келген, иә? Келесі Б есебі. Жер теліміне 8 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 4-тен 1 бөлігі. Енді неше көшет отырғызу қажет дейді. Ол үшін балалар, бірінші біз 4-тен 1 бөлігі, иә? Бұл барлық көшеттің 4-тен 1 бөлігі дейді. Яғни біз бірінші 8-ді 4-ке көбейтіп аламыз, 32 шығады, иә? 32-ні 1-ге бөлсең 32 шығады, иә, өзі? Енді біз барлық көшеттен жер теліміне отырғызылып қойған көшеттің санын алуымыз керек. Яғни 8 сан, не? Сонда 32-ден 8-ді алсақ, болады бізде 24, е? Яғни бізге әлі 24 көшет отырғызу қажет екен. Келесі В есебі. Сыныпта 9 бала спортта шұғылданады. Бұл барлық оқушылардың 3-тен 1 бөлігі. Сыныпта қанша оқушы бар дейді. Ол үшін балалар біз 3-тен 1 дегенімізді бірінші 9-ды 3-не көбейтіп аламыз, ал 1-не бөлеміз, иә? Сонда біз 9-ды 3-ке көбейтсек 27, 27-ні 1-ге бөлсек 27 шығады екен. Сонда сыныпта барлығы 27 оқушы бар екен, иә? Келесі бізде 6-шы есеп. Ұзындығы мынадай кесінділер сыз дейді. 1 дециметрдің жартысы, 1 дециметрдің 5-тен 1 бөлігі дейді. Балалар, өздерің білетіндей 1 дециметр дегеніміз ол 10 сантиметр, иә? Ол үшін балалар 1 дециметрдің жартысын білу үшін біз жартысы дегеніміз бізде 2-ден 1, иә? Сол себепті біз 10 сантиметрді бірінші 2-ке бөліп, 1-ге көбейтеді екенбіз. Сонда бізде 10-ды 2-ке бөлсең 5, 5-ті 1-ге көбейтсең 5 шығады екен, иә? Сонда біріншісінде 5 сантиметр кесінді сызуымыз керек екен. Екіншіде 1 дециметрдің 5-тен 1 бөлігі дейді. Яғни бізде 10 сантиметр, иә? 10 сантиметрді 5-ке бөлеміз, 1-ге көбейтеміз.
сонда бізде 2 сантиметр шығады екен. 10-ды 5-ке бөлеміз 2, 2-ні 1-ге көбейтеміз 2. Сол себепті балалар бұл жерде сендер мынандай 2 сантиметрлік кесінді сызуларың керексіңдер. Дәл осылай дәптерлеріне түсіріп алыңдар. Келесі бізде 7-ші есеп. Ірімшік тең бөліктерге бөлінді. Егер оның бір бөлігінің массасы белгілі болса, онда ірімшіктің барлық массасы қанша болады дейді. Балалар, бірінші суретте, А суретінде көріп тұрғандарындай, ірімшік 4-ке бөлінген, яғни оның бір бөлігі 2 килограммға тең екен. Ал егер де оны біз 4-ке көбейтетін болсақ, онда 8 килограмм шығады. Яғни барлық А есебіндегі барлық бір бөліктің массасын 4-ке көбейткенде 8 килограмм шығып, яғни барлық ірімшіктің көлемі массасы 8 килограмм болатынын білдік. Келесі Ә есебі. Әде бізде бұл жерде 8 бөлік бөлінген, әр қайсысы 1 килограммнан. Сол себепті біз 8-ді 1 килограммға көбейтеміз, сонда тұтастай 8 килограмм шығатынын білеміз. Келесі Б есебі. Б есебінде бізде ірімшік 3-ке бөлінген, әр бөлігі 3 килограммға тең екен. Оның массасын білу үшін біз 3 бөлікті 3 килограммға көбейтеміз. Сонда бізде 9 килограмм ірімшік шығады екен, балалар. Келесі есеп бізде балалар, 8-ші есеп теңдеулерді шеш дейді. Бірінші бізде 1000 азайтылған x тең 35 плюс 60 көбейтілген 8. Енді бірінші бұл жерде x-ті табу балу үшін бізге 1000 азайтылған x деп жазып аламыз. Тең 35 плюс 6 көбейтілген 8 бізде 83-ке тең екен. Яғни 6-ны бірінші 8-ге көбейтеміз, одан кейін 35-ті қосқанда 83 деген сан шығады екен. Енді бұл жерде x-ті табу үшін біз 1000-нан 83 санын азайтуымыз керек екен. Сол кезде бізде 917 деген сан шығады екен. Енді тексеріп көрейік, 917 деген дұрыс па? 1000-нан 917-ні азайтсақ бізде 83 шығады. Енді 6-ны көбейтеміз 8-ге, оған 35-ті қоссақ, бұл жақта да 83 деген сан шығады екен. Яғни екі жағы тең, бұл есеп дұрыс. Келесі 81 бөлінген y тең 63 бөлінген 7. Енді 81 бөлінген y деп жазып аламыз. Тең 63-ті 7-ге бөлсек, бізде 9 шығады. Енді бұл жерде y-ті тауып алу үшін біз y тең 81-ді 9-ға бөлуіміз керек екен. Сонда бізде 81-ді 9-ға бөлсек, 9 деген сан шығады екен. Енді біз тексеріп көрейік. 81-ді 9-ды, яғни y-тің орнына қойып, мұнда жазып көреміз, балалар. 81-ді 9-ға бөлсек 9, 63-ті 7-ге бөлсек, бұл жақта да 9 шығады. Яғни екеуі тең деген сөз, бұл есеп дұрыс екен. Енді үшінші. X көбейтілген 8, 100 тең 100 азайтылған жақша ішінде 4 көбейтілген 9. Енді бірінші X көбейтілген 8 деп жазып аламыз. Енді 4-ті 9-ға көбейтсек, бізде 36 шығады. 100-ден 36-ны азайтсақ, бізде 64 деген сан шығады екен. Енді x көбейтілген 8 тең 64 деген бізде теңдеу шықты. Енді бұл жерде x-ті табу үшін x тең деп жазып аламыз. Одан кейін мына 64 санын біз 8 санына бөлеміз. Яғни 8 саны оң жаққа қарай шыққан кезде көбейту бөлуге айналып кетеді екен. 64-ті 8-ге бөлсек, бізде 8 деген сан шығады екен. Яғни x 8-ге тең екен. Енді келесі 8-ді 8-ге көбейтсек, енді тексеріп көрейік. 8-ді 8-ге көбейтсек 64, 4-ті 9-ға көбейтсек 36, 100-ден 36-ны азайтсақ, бізде 64 шығады екен. Яғни екі жағы тең деген сөз, бұл есепте дұрыс екен. Келесі бізде 9-шы есеп. Біздің үйде Гүлжан, Меруерт және Лаура тұрады. Мен кеше Гүлжанды және Меруертті көрдім. Олардың біреуінің жасы 9-да, екіншісі 8-де. Бүгін Меруерт пен Лаураны көрдім. Олардың біреуінің жасы 10-да, екіншісі 9-да. Кім қанша жаста дейді. Балалар, бұл логикалық сұрақ. Енді қарай қойыңдар. Бізде бұл жерде Меруерт 9 жаста екен. Себебі мына жерде
меруерт 2 рет жазылған, иә, меруертті көрдім деп. Және де оның жасы 9-да екен деп анық көрсетілген, иә, 2 ретте. 8 жаста екені белгілі, иә. Себебі меруерт 9 жаста болса, екіншісі 8-де деген ол, яғни Гүлжан, иә, балалар. Келесі бізде Лаура 10 жаста. Яғни бізде бұл жерде меруерт 9-да болатын болса, демек Лаураның жасы 10-да деген сөз, иә, балалар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің арнамызға міндетті түрде жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан барлық өздеріңіз деген тапсырмалардың жауаптарын көре аласыңдар. Сондай-ақ балалар, біздің арнамыздан ағылшын тілінің сабақтары да шығып отыратынын ұмытпаңдар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін, сау болыңдар.